сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабақ бастамас бұрын сендерге жақсы көңіл күй сыйлайық. Жаңа білімдеріңді ары қарай шыңдауға жұмыс жасайық. Енді бүгін біз жаңа тақырыпты бастамас бұрын үй тапсырмасын қайталап өтуге. Біз сендермен үй тапсырмасына мұнай және көмірсутектер тақырыбын өткенбіз. Енді сол тақырып бойынша балалар өткен тақырыпты есіңізге түсірейік. Ол үшін мына сұрақтарға жылдам қазір тез жауап берейік. Бірінші сұрақты ашайын. Оттектің жеткілікті кезінде жанғандағы өнімдерді атаңыз дейді. Қандай өнімдер түзіледі? Отын. Иә, ал Ақжан? Иіс газы, көміртек және су бу. Жақсы, өте жақсы. Иіс газы, көміртек, су бу. Жанған кезде өнімдер түзіледі. Келесі екінші сұрақ. Мұнайды қыздырып айдау арқылы молекулалық массалары әртүрлі көмірсутектерге жаңағы жіктейтін айдау түрі қандай? Фракциялық. Иә, дұрыс. Аружан фракциялық айдау. Мұнайды құрамын білеміз. Келесі үшінші сұрақ. Жылыжай эффектісі дегеніміз не? Жылыжай. Зере? Иә? Яғни жылу эффектісі дегеніміз атмосферада не істейді? Не көбейеді? Жоғары температура көтерілу процесі. Ол көтерілу процесі жаңа көмірқышқыл газының әсерінен болады. Жақсы. Келесі төртінші сұрақ. Көмірсутекті отының жану нәтижесінде атмосфераға шығатын жылыжай газдарын атап өтіңіз. Осы қандай газдардың әсерінен? Ал арайлым? Көмірқышқыл газы, су бу. Жақсы, өте жақсы. Келесі бесінші сұраққа жауап берейік. Қол көтерейік. Су буының пайда болуы қалай жүреді? Табиғатта су буы қалай пайда болады? Кім айтады? Ұлдар. Иә, не істейді? Судың булану нәтижесінде сол кезде не бөлінеді өзі алуға? Отын жанғанда бөлінетін газ. Иә, бұдан кейін тағы Пиццасы арқылы. Иә. Жақсы. Әртүрлі су буын біз білеміз ғой, су буы. Жаңағы буланып, бу газ айналады, содан ол ауаға тарайды, білеміз. Келесі қарай. Алты сұраққа бұл бонус дейді. Яғни сендерге жаңағы не? Бонус. Келесі қышқылдық жаңбырдың экологияға әсері қандай? Суларды улайды, сосын ғимараттар бұзылады. Осы қышқыл жаңбырдың әсері. Жақсы. Өте жақсы. Жақсы. Сұраққа жауап бердік. Енді келесі қарай балалар кітап дәптерімізді ашайық. Ары қарай тақырыбымызды жалғастырайық. Біздегі бүгін тақырып балалар оттекті органикалық қосылыстар, спирттер. 250-ші тақырып параграф 52. 255-ші бет дәптерімізді ашамыз. Кітап дәптерімізді ашып жазып қояйық бүгінгі тақырыпты. Оттекті органикалық қосылыстар, спирттер. Спирттер дегенді біз білеміз, балалар? Күнделікті тұрмыста біз оны естиміз. Естіп жүрміз ғой? Медицинада қолданамыз. Спирт деген сөз бізге таныс. Енді осы спирттер туралы бүгін өтеміз. Оқу мақсаты балалар бұл жерде. Оттекті органикалық заттардың жаңағы жіктелуін білу. Тырысталарыз балалар. Спирттердің жіктелуін, метанол мен этанолдың қолданылуын, этанолдың алынуын білу және қасиеттерін түсінеміз. Одан кейін метанол мен этанолдың адам ағзасына физиологиялық әсерін түсіндіреміз бүгін. Одан кейін этилен гликоль мен глицериннің физикалық қасиеттері мен қолданылуын білу. Бұл біздің балалардың бүгінгі сабақтағы оқу мақсатымыз. Енді жалпы бері қараймыз тақтаға. Спирттер дегеніміз не? Спирттер дегеніміз ережесін айтатын болсақ, спирттер не болды екен? Молекуласында көмірсутек радикалдарымен байланысқан бір немесе бірнеше функционалдық гидроксил тобы бар органикалық заттарды айтамыз. Яғни гидроксил біз білеміз, 8-ші класста біз негізде тақырыбын өткен кезде гидроксил топтармен танысқанымыз, гидроксил топ OH тобы. Спирттердің құрамында да жаңа осы гидроксил тобы болады екен. Яғни жалпы формуласы ROH немесе CnH2n+1OH. Бұл жалпы формуласы спирттердің. Тұтма ережесімен жазып аламыз. Енді спирттерді жіктейді екенбіз. Спирттер неше топқа жіктеледі екен? Бір атомды және көп атом.
міне өзінің атында тұр. Мысалы, бір атомды спиртке біз жатқызамыз метанол, этанол. Ал көп атомды спиртке этилен, гликоль және глицерин. Олардың құрамында гидроксил топта неше болады екен? Мысалы, этилен гликолдың құрамында 2 гидроксил топ, ал глицеринді 3. Олар яғни көп атомды деп жіктеледі. OH-тың жаңағы спирттердің құрамында OH гидроксил тобына байланысты бір атомды және көп атомды деп жіктеледі. Келесі, ары қарай енді жазып аламыз. Дәптерімізге ашып жазып аламыз. Жылдам-жылдам. Ережесін. Келесі. Енді гомологтық қатарына бері қараймыз. Гомологтық қатарына келетін болсақ, балар не? Формуласы берілген. Бұл жерде мысалы метан. Метанның формуласы бізде CH4. Енді бастаймыз. Бірінші. Метанол метил спирті. Метанның құрамындағы бір сутектің орнын қай топ басады? Гидроксил топ басады. Сонда OH, CH3, OH. Оны не атаймыз? Метанол метил спирті немесе. 2 атом бойынша. Келесі, ары қарай, этанол, CH5OH. Этанол немесе этил спирті. Ары қарай, пропанол, ол деген жұрнақты жалғаймыз. Түсінге ма? Міне, мынау гомологтық қатар. Пропанол, бутанол, пентанол, гексанол, гектанол. Гексил спирті, метил спирті, ментил спирті деп атаймыз немесе. Міне, формуласын жазып аламыз, кітаптарымызда тұр, қараймыз қазір. Келесі, ары қарай енді осы спирттердің атауына келейік. Бері қараймыз, балалар. Спирттерді атаған кезде бұл халықаралық жүйелі номенклатурасы бойынша спирттерді атаған кезде ол көмірсутектің атына ол деген жұрнақты қосып айтамыз. Одан кейін функционалдық тобының топ байланысқан ең ұзын тізбекті таңдап аламыз да, көміртегі атомдардың гидроксил тобы жақын орналасқан жақтан бастап нөмірлейміз. Мысалы, мына формулада қарайтын болсақ, мысалы, міне бізде бір көмірсутек берілген. Бірінші, негізгі тізбекті тауып аламыз. Негізгі тізбекті табамыз. Содан кейін барып, спирттерді атаған кезде гидроксил топ қай жаққа жақын тұр, сол жақтан бастап жаңағы нөмірлейміз. Нөмірлеуді қоямыз. Мысалы, мына жерде бізде мына жаққа жақын тұр, гидроксил топ. OH тобы мына жерде тұр, сондықтан біз мына жақтан бастаймыз. Көмірсутектер үстінен жаңағы сандарды нөмірлеп шығамыз, яғни 5 көмірсутек. Одан кейін қарайтын болсақ, екінші көмірсутекпен гидроксил тобы байланысты OH. Одан кейін үшінші, төртінші көмірсутекпен метил радикалы байланысады. Енді біз бірінші жаңағы байланыстырған метил радикалының орнын көрсетеміз. Үшінші, төртінші диметил, 5 деген сөзді пентан, пентан ол 2. Мына 2 нені көрсетеді? 2 OH гидроксил топтың орнын көрсетеді. Оны ең соңынан жазасың. Түсініп ма? Бірінші жаңағы атаған кезде біз байланыстырған бүйірінен байланысқан радикалдарды бірінші көрсетеміз ғой. Оның орнын көрсетеміз, және оның қай радикал екендігін жазамыз. Мысалы, үшінші, төртінші көмірсутекпен метил радикалы байланысып тұрғандықтан 3,4 диметил пентан ол 2. Міне, мынада да солай. 3 диметил бутанол 2. Яғни екінші көмірсутекпен гидроксил топ байланысты, үшінші көмірсутекпен 2 метил радикалы байланысты. Түсініп ма? Сондықтан 3,3 диметил бутанол деп осылай атаймыз. Түсініп ма? Спирттердің аталуы жалпы түсінікті. Бұл жерде көбінесе біз OH-тың байланысқан ең ұзын тізбекті табамыз. Бірінші негізгі тізбекті табамыз, одан кейін гидроксил функционалдық топтың байланысып тұрған ең ұзын тізбекті таңдаймыз да, содан ағай нөмірлеп жаңағы көмірсутектерді атаймыз. Сұрақтары жоқ қой бұл бойынша. Келесі, енді изомерленуі, жалпы спирттерде көміртек қаңқасының құрылысы бойынша изомерленетінін бірінші. Екінші, көміртек тізбегінде гидроксил тобының орнына байланысты изомерленетінен, гидроксил топтың орнына байланысты, одан кейін кластарға изомерленеді. Мысалы, метил, этил, эфир. Метил радикал және этил
деген ол уақытпен байланысты бұл эфир. Бұны біз класс аралық изомерлену деп атаймыз. Келесі ары қарай бұл изомерленуі, енді алынуға келіп қалар. Алынуына келетін болсақ, спирттерді қайдан алады екенбіз? Бірінші, көмірсутектердің галоген туындыларынан, яғни кез келген галоген туындыларға, көмірсутектердің галоген туындыларына суды қосатын болсақ, реакция нәтижесінде не шығады екен? Спирт түзіледі. Одан кейін қанықпаған көмірсутектерді гидратациялау. Гидратациялау деген сөз жаңағы су қосу, гидратациялау арқылы спирт аламыз. Одан кейін метанолды өнеркәсіпте жаңағы иіс газына көміртек моноксидін сутекті қосу арқылы катализатордың әсерінен жаңағы спирт алынады екен. Одан кейін ашыту арқылы дейміз, глюкозаны, көмірсуларды ашыту арқылы, ол сіздер биологияда да білесіңдер, глюкозаны ашытқан кезде ферменттердің әсерінен жаңағы этан, ол және көмірқышқыл газы шығады екен. Спирт түзіледі. Бұл балалар бізде алынуы. Келесі қарай, енді химиялық қасиеттеріне келейік. Химиялық қасиеттеріне келетін болсақ, бірінші спирттер қандай заттармен реакцияға түседі? Спирттер сілтілік және сілтілік жер металдармен реакцияға түседі. Натриймен әрекеттеседі спирт, этил спиртпен натрийді қосатын болсақ, жаңағы этилат шығады. Одан кейін натрий этилат. Одан кейін галоген сутекпен әрекеттеседі, мысалы қышқылдармен H-хлор, H-бром, H-фтор, әртүрлі қышқылдармен әрекеттесіп, хлориттан шығады. Одан кейін молекулашілік дегидратация, яғни дегидратация дегеніміз жаңағы спирттің құрамынан катализатор қосу арқылы, күкірт қышқылының кремний катализатор қосу арқылы спирттің құрамындағы суды бөліп аламыз. Сондықтан дегидратация деген суды бөліп алу деген сөз. Жаңағы спирттің құрамынан суды бөліп аламыз, сол кезде бізде алкен және су түсіреді. Қанықпаған көмірсутектер шығады. Одан кейін молекула аралық дегидратация, бұл жерде бізде эфир түзіледі, диэтил эфирі. Бұдан да жаңағы суды бөліп аламыз. Одан кейін жану спирттердің барлығы оттекте жанады. Реакция нәтижесінде көмірқышқыл газы және су бөлінеді. Түсінікті ме? Бұл спирттердің химиялық қасиеттері. Енді сіздердің қазір мына жерде бір видео көрсетіп жіберейін, осы химиялық қасиетіне байланысты. Бейне егер қарай. Этанолдың pH-ын әмбебап индикатор қағазының көмегімен анықтаймыз. Қағаздың түсі ерітіндінің бейтарап екендігін көрсетеді. Әрі қарай этанолдың натриймен қалай әрекеттесетінін тексереміз. Ол үшін этанол құйылған сынауықта фильтр қағазында алдын ала құрғатылған кішкентай натрий кесегін саламыз. Натрийдің этанолмен әрекеттесіп, газ түзетінін көреміз. Бөлінген газды анықтау үшін оны сынауықтың аузында жағамыз. Газ өзіне дәл дыбыс шығарып тұтанады. Бұдан реакция барысында түзілген газдың сутек екенін анықтаймыз. Реакция аяқталған соң, алынған ерітіндінің бірнеше тамшысын сағат шынысында буландырамыз. Шыныда аздаған
этанолдың натриймен әрекеттескенде протонның беріп, этилаз ионға өзгеру арқылы қышқыл ретінде әрекет ететінін көрсетеді. Алайда этанол өте әлсіз қышқыл, себебі ол индикатор қағазымен сапалы тұз бермейді. Этанол тұзы этилат сулы ерітіндіде де тез гидролизленеді. Бұл этанолдың қышқылдық қасиеттерінің сумен салыстырғанда айтарлықтай әлсіз екенін көрсетеді. Басқа спирттер де өте әлсіз қышқылдық қасиетке ие. Бұл қасиеттер олардың тек бірінші және екінші топтағы химиялық белсенді металдармен реакцияларында ғана көрінеді. Түсінді ме? Келесі. Химиялық қасиеттер түсінікті, е? Сұрақтарың бар ма? Осы сұрақтар бойынша. Келесі, енді мынандай тапсырманы орындап көрейік. Бері қараймыз, кітапты ашамыз, қарап отырыңыздар. Енді сәйкестендірейік. Бұл жерде жаңағы біз айттық қой. Несін өттік қой? Гомологты қатарды, спирттердің гомологты қатары бойынша орналастырайық. Тез-тез. Мысалы, бірінші. Пентанол. С3, С7H13OH. Пентанолдың формасын қалай? Қайсысы? Бірінші? Қоямыз, қойып ал. Келесі, С7H13OH қайсысы? Ал, көрейік. Келесі? С8 H15OH. Қайсысы? Октан? Ол, көрейік ал. Келесі С3H7OH. Пропанол. С4H7OH. CH5OH. С6OH. Қайсы? Метанол. Одан кейін? Гексанол. Дұрыс па? Тексеріп көрейік. Жақсы. Келесі. Яғни түсіндік, гомологты қатары.